Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қазіргі таңда осы қазақ елінің, қазақ мәдениетінің, қазақ тілінің қандай даму деңгейдегі екендігін барлығымыз сөгіп, жан-жақты критиканың астына алушылық деген нәрселерді көбейтіп жатырмыз. Бірақ соған қарамастан біздің ұлттық өнердің, қазақ тілінің дамуында да бірнеше атап кететіндей жетістіктер де бар. Соның бір жетістіктерінің бірі деп айтатындай нәрсені болатын болсақ, жаңағы ол Алатау серілері деген керемет бір топтың шығуы, ұлттық өнерімізді асқақтатып, ұлттық киімімізді киіп, ұлттық аспаптарды қолына ұстап, көптеген сахналарды бағындырып жатқан жайы бар. Сондықтан да осындай ұлттық топтарға демеушілік беріп, осындай ұлттық тобымыздың бар екендігін жастардың арасында дәріптеп, және де осындай ұлттық тобымызбен мақтансақ, менің ойымша қазақ мәдениетіне тек қана бір үлкен плюс деп жазып қоюға болар еді. Екіншіден де айта кететінім, қазақ әрқашанда қызыл тіл өнерін батырлықпен тең қойған халықпыз. Қазақ тілдің өткірлігін қылыштың өткірлігімен бірдей қастерлеп өткен халықпыз. Сондықтан да менің айта кеткім келіп отырғаны, ол жаңағы осы біздің ұлттық арнамызда қазіргі таңда көптеген каналдар шығып жатыр. Неше түрлі каналдар, неше түрлі бағыттағы тәлім тәрбие беріп, кейбіреулері дұрыс нәрсе айтып жатса, кейбіреулері бұрыс нәрсе айтып жатқан жайы бар. Ал енді менің ұсынысым, осы біздің қазақтың телевизиялық саласында қазақтың ұлттық өнерінің шыңы болып саналатын, қазақтың ұлттық тілі мен мәдениетінің шыңы болып саналатын айтыс өнеріне арналып үлкен бір канал ашылса. Қазіргі таңда айтыстың қоры өте кең. Қазіргі таңда айтыс мектептік деңгейде, аудандық деңгейде, облыстық, республикалық, халықаралық деңгейлерде өткізіліп жатқан көптеген сайыстардан тұрады. Және де қаншама бейне қор жиналды. Осыдан 30 жыл емес, 40 жыл бұрын басталған қайтадан жаңартылып, қайтадан өзінің халқына, өзінің қазақ тіліне бет бұруға үлкен ат салысқан айтыс өнерінің қаншама қорлары жинақталып жатыр. Сол қорларды, сол жаңағы бейне түсірілімдерді бір үлкен бір телевизиялық каналдың шеңберінде біріктірсек, және ол каналды айтыс каналы деп қойып, көрермендерге жол тартқызсақ, тек қана қазақи тәрбиенің, қазақ тілінің ары қарайда дәріптелуіне үлкен бір септігін тигізер еді. Сондықтан да айтыс каналын ашсақ, айтыс каналын телевизиямызда үлкен бір құрметті орындарға орналастырсақ, менің ойымша дұрыс болады деген ойдамын. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Қазақтың тәлім тәрбиесін беруіне, Қазақстан Республикасы халқының бірігуіне, және де осы қазақ тілінің дәріптелуіне айтыс телевизиялық каналы болса, қандай септігін тигізер еді? Өз ойларыңызды осы бейнероликтің астындағы комментарийлерге жазып кетсеңіздер болады. Және де осы бейнероликтің астындағы описаниесінде Алатау серілерінің бейнеролигіне сілтеме жүктелген. Осындай тамаша топты көріңіздер, өздеріңіз тамсанасыздар. Өздеріңіздің қазақ екендеріңізде, өздеріңіз осы қазақ ұлтының өкілі екендеріңізге кәдімгідей үлкен мақтаныш туады. Сондықтан да құрметті халық, құрметті қазақ ағайын, құрметті Қазақстан халқы, айтыс каналы ашылса екен, және де осы Алатау серілері сияқты ұлттық өнерімізді сахнаға шығарып жатқан жастардың өнерін жан-жаққа дәріптесек жақсы болар еді.